Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін біз 39-шы сабақ екі таңбалы сандарды разрядтан аттап жазбаша азайту деген тақырыпты өтеміз. Осы видеоға лайк басып, және де каналға подписаться етуді ұмытпа. Себебі келесі сабақтарды шыққан кезде бірден көру үшін. Ал ендеше кеттік. 80 азайту 49. Бірлік бірліктің астында, ондық ондықтың астында. Тамаша. Ендеше бірліктен бастаймыз. 0-ден 9 азайтылмайды. 8 ондықтан 1 ондықты сұраймыз. 1 ондық дегеніміз ол 10 саны. 10-нан 9-ды азайтсақ 1. 8 біреуін берді, яғни 7 ондық қалды. 7 ондықтан 4 ондықты азайтсақ 3 ондық. Сонда мәні 31. Ал тағы да осындай бір өрнек шығарайық. Мысалы 50 азайту 37. 0-ден 7 азайтылмайды. 5-тен 1 ондық сұраймыз. 10-нан 7-ні азайтсақ 3. 5 біреуін беріп тастады, 4 қалды. 4-тен 3-ті азайтсақ 1. Мәні 13. Тамаша. Ендеше 64 азайту 14-ті, 19-ді өзің шығарып көр. Және де оны тексеруді ұмытпа. Азайтуды біз қосумен тексереміз. Келесі мысалдарды баған түрінде жазып шығар. Мен мына тұрған екі өрнекті көрсетемін. 83 азайту 26. 3-тен 6 азайтылмайды. 8-ден сұраймыз. 13-тен 6-ны азайтсақ 7. 8-дің орнында 7 қалды. 7-ден 2-ні азайтсақ 5. Сонда мәні 57. Міндетті түрде берілген санның төбесіне нүктені қоюды ұмытпайық. 60 минут азайту 32 минут. Уақыт өлшем бірліктерін азайту. Міндетті түрде минутты жазып аламыз. 0-ден 2 азайтылмайды, 6-дан сұраймыз. 10-нан 2-ні азайтсақ 8. 6-ның орнында 5 қалды, 5-тен 3-ті азайтсақ 2. Сонда мәні 28 минут. Тамаша. Енді 3-ші тапсырма. Сөйлемді оқы, сұрақ қойып, оны есепке айналдыр. Есепті шығар. Ендеше екі түрлі есеп құрастырайық. Екінші А сыныбында 27 бала, ал екінші Ә сыныбында 25 бала бар. Жазайық. Екінші А 27 бала, екінші Ә 25 бала. Біз бірінші барлығы қанша бала деп сұрақ қойсақ болады. Барлығын табу үшін не істейміз? Әрине қосамыз. Тағы да бір есеп құрастырайық. Екінші А сыныбында 27 бала, екінші Ә сыныбында 25 бала. Екінші А сыныбындағы бала саны екінші Ә сыныбынан қанша балаға артық деп қояйық. Қанша артық, қанша кем екенін табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Ал әр қайсының шешуі мен жауабын жазу сенің жұмысың. Әдемілеп жазып, және де мектепте мұғаліміңе шығарып көрсет. Келесі. Енді біз осы жақында 100 деген санмен таныстық. 100 ол 3 таңбалы сан. Жүздіктер. Ал енді осы 100-ден 35-ті қалай азайтамыз? 0-ден 5-ті азайту үшін біз оның алдына қараймыз. Оның алдында да 0, яғни ондық сан бере алмайды. Сондықтан бір жүздіктен сұраймыз. 10. 10-нан 5-ті азайтсақ 5. Келесі 0 ондықтан 3 ондықты азайта алмаймыз. Тағы да бір жүздіктен сұраймыз. Ол екінші рет бергенде 9-дан береді. Осыны өте мұқият есіңде сақтап ал. 9-дан 3-ті азайтсақ 6. Сонда мәні 65. Ал енді
тура осындай мысалдарды баған түрінде шығарып көрейік. 100 азайту 34. 0-ден 4 азайтылмайды. 100-ден сұраймыз. Бірінші рет бергенде 10-нан береді. 10-нан 4 азайтсақ 6. Екінші рет сұраған кезде 9-дан береді. 9-дан 3 азайтсақ 6. Ал енді 1-дің орнында 0 қалды. Оны жазудың қажеті жоқ. Сондықтан мәні 66. Тамаша, ендеше мына тұрған екі өрнекті баған түрінде орында. 6-шы есеп. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. 90 мен 36-ның айырмасынан 22-ні азайт. Ең бірінші барлық сандарды жазып алайық. 90, 36, 22. Және де мен алдыңғы сабақта айтқан болатым. Мен, бен, пен шылауы кездессе, соның екі жағындағы сандарды жақшаға аламыз. Мен деген шылау 90 мен 36-ның ортасында, яғни 90 мен 36-ны жақшаға аламыз. Айырмасынан деген азайту әрине, және 22-ні қосамыз. Мәнін өзің табасың. Енді әсі. 100-ден 40 пен д-ның айырмасын азайту. 100, 40 және де д. Яғни әріпті өрнек болып тұр. 1-ден д-ның орнына 29-ды қойып жазсақ дұрыс болады. 29. Пен шылауы 40 пен д-ның, яғни д-ған орнына біз 29-ды қойдық. Айырмасын дейді, азайту керек. Міне, өрнек осылай шықты. Мәндерін өзің тап. Мысалдарды баған түрінде жазып, оны шығар. Ең бастысы, азайтып қосқан кезде бірлікті бірлікке қосамыз, немесе бірліктен бірлікті азайтамыз, ондықтан ондықты азайтамыз, немесе ондыққа ондықты қосамыз. Ал енді, мынандай өлшем бірліктері бар қосу азайтуларда, соңына осы өлшем бірлікті жазуды ұмытпа. Келістік па? Тамаша, ендеше келесі сабақта кездескенше.